үйден заттар жоғала бастайды. Сәлеметсіздер ма? Енді қазір нашақорлықтан қалай құтылуға болады? Сол жайында Алматы қалалық психикалық сауықтыру орталығының директоры Сапар Рахменшеевпен сұхбаттасамыз. Емделушілердің ең жасы нешеде? Енді қазіргі таңда бізде жасөспірімдер диспансерлік бақылауда тұр. Енді оның ішіндегі жасы сол 16-17 жастағы балалар. Есірткі тұтынатын азаматтар не үшін осындай қадамға барады? Жоқ, енді біріншіден бұл жерде олар осыған есірткіге тәуелді болам деп қолданбайды олар. Олар есірткі тарататын адамдардың бір несі, жарнамасы, бұны бір рет қолдансаң тәуелді болмайсың дейді ғой. Сондықтан мынау өсіп келе жатқан балалардың сана сезімдерін сөйтіп алдап, сөйтіп барып дәмін көрсетуге тырысады. Кейбіреулер арықтау үшін тұтынады дейді. Иә, ол енді кейбіреулері арықтау үшін тұтынады да, бірақ бұл ертең арықтайын деп келе жатыр, бұл ертең тәуелділікке алып келетінін өздері білмей қалады да. Яғни тәбеті болмай қалады ғой. Иә, әрине, енді анам есірткі қолданған кезде мынау ішкі ағза қалыпты жағдайға қарағанда 2 есе артық жұмыс жасайды. Сонда мынау іштегі барлық қорларды, энергия қорын, витамин қорларын барлығын бұлар қолданып жағып жібереді. Сондықтан мынау есірткі қолданатын адамдар көбінесе мына паспорттағы жасына сәйкес келмейді деп жатады да. Адамның организмі сонда өзгерістер алып келеді. Алкоголь тұтынса, оны иісінен сезеді. Ал мынау есірткінің иісі жоқ қой. Қалай байқауға болады? Жоқ, баланың мінез құлқы өзгере бастайды ең бірінші. Екіншіден, егер оны қолданып үйге келетін болса, оның көзқарасы, қарауы, сөйлеуі, соның барлық мимикасы өзгереді. Байқалып тұрады. Әрине, ол байқалып тұрады. Сосын барып балалар салмақ жоғалта бастайды. Терлеген кезде терісінен біртүрлі иіс шығатын болады. Егер жиі қолданатын болса, оларда біртүрлі өздеріне сай бір иіс болады, содан анықтауға да болады. Есірткіні қолдануға уақыты келген кезде сіркесі су көтермей тез үйден кетіп қалғысы келіп тұрады. Сосын жаңағы үйден заттар жоғала бастайды. Соның барлығы негізгі белгілері. Біз не істеуіміз керек бүгінгі ұрпақты осы жаман әдеттен құтқару үшін? Біріншіден, біз балалармен ашық сөйлесе білуіміз керек, біз балалармен дос бола білуіміз керек. Балаларының үлкендерден айырмашылығы, олар ішкі өзінің өзгерістерді сөзбен жеткізе алмайды. Олар көбінесе қылықпен істейді. Өзіне қарату үшін, мысалы, кейбір балалар айқайлап, жылай беретін болады. Әлсіз балаларды ұра беруі мүмкін. Балаларды айтатыным сол, ата-аналарға дос бола білуіміз керек, ести білуіміз керек, тыңдай білуіміз керек. Сосын қойған сұрақтарына жауап бере білуіміз керек.